Енді аттестацияға өтініш беруді бастайық. Мына жерде екі тілде нұсқаулық бар екен айта кетейін. Енді біз бірге өтініш беруді бастайық. Өтініш беру түрін таңдайсыз. Жалпы мәліметтерде, мысалы, жеке нөміріңіз, иін, фамилия, имя, тегі, аты, біліктілік, мысалы, педагог сарапшы, шілде айының 22-сіне дейін жарамды дейік. Келесі жұмыстарды негіздеме деп есептеймін. Сіздер өздеріңізге байланысты ақпаратты жазасыздар, бірақ мен Қанипа Өмірғалиқызы Бітібаеваның жетістіктерін алып жазайын, сіздерге мысал ретінде көрсету үшін. Келесі ұйым түрі, ағымдағы жұмыс орны, то есть текущее место работы, ұйым түрі, жалпы орта, мектеп, ұйым Шымкент қаласын мысал ретінде бірінші мектепті алайық. Қызметі педагог, психолог, біліктілік, педагог, зерттеуші, қай дисциплина бойынша, бізде психология. Өзім туралы, сіздер өздеріңіз туралы ақпарат жазасыздар. Мен Қанипа Бітібаева Өмірғалиқызының ақпаратын аламын. Сіздерге мысал ретінде. Келесі білім, демек образование. Мына жақта тізімнен өзіңіздің аты емес, оқу орныңызды таңдайсыз. Болашақ, мысалы, Болашақ университетінің колледжі. Егер мына тізімде жоқ болса, басқа батырмасын басып, мына жерге өздеріңіз жазасыздар. Специализация, психология, оқу жылының басы, мысалы 2013-2017, сақтау. Егер тағы да білім болса, мына жерге салу батырмасын басып, тағы да қосасыздар. Және жұмыс өтілігі, демек стаж, жалпы 5 жыл, педагогикалық 4 жыл, осы білім ұйымында 2 жыл, диплом мамандық бойынша 4 жыл дейік. Марапаттар, атақтар, яғни мен тағы да Қанипа Бітібаеваның марапаттарын аламын мысал ретінде. Және осыдан кейін бұдан әрі барлығын толтырдық. Демек, бұдан әрі батырмасын басамыз. Келесі біз енгізулерге келдік.